Ақылды, бірақ шешуші кезде ақымақ та бола біл. Ақылға не жетсін, алайда нағыз ақылдылар өзін кез келген жерде базарға салмайды. Әсіресе шешуші кезде жел өтінде қалып, әуре сарсаңға түспеу үшін әдейі ақымақ бола қалады. Амал айла дегеніміз міне осы. Айналамызда өте ақылды адамдар бар, бірақ олар ақыл жағынан басқалардан артық екенін көрсету үшін дауласа кетуге дайын тұрады. Әңгімелесе қалсақ қарсыласа кетеді. Басқалар не айтса да тойтарып отырады. Өзіндік ойдан жұрдай. Ал енді сен дұрыс десең, ол бұрыс дейді. Сен бұрыс десең, ол дұрыс дейді. Барлығында да үстем боламын деген адам амал айласы жоқ адам болып табылады. Нағыз ақылды болған күнде де басқалармен осындай сыңаймен сөйлесу жөн емес. Қарсы жақтың азда болса бетін сыйламай, оны тұйыққа тіремесең, көңілің көншімейді. Басқалардың аузын аштырмай тастасаң, рақаттанып жадырайсың. Ойлап көрдің бе? Сонда басқалардың көңілі көнши ме? Көншімейтіні анық. Мұндай нашар әдет өзіңді достарыңнан, қызметтестеріңнен алшақтатады. Саған пікір немесе ұсыныс айтқысы келетіндер болмайды. Кеңес беруге ешкімнің де батылы бармайды. Әсілі тәуір адам секілді едің. Осындай нашар әдетті жұқтырып алдың да достарыңнан, қызметтестеріңнен айырылдың. Жағдайыңды оңаудың бірден бір әдісі басқаларды құрметтеуге дағдылану. Алдымен жайшылықтағы әңгімеде сенің айтқан сөздеріңнің дұрыс болуы, басқалардың айтқан сөздерінің қате болуы екіталай екенін түсінуің керек. Екі жақтың пікірін жинақтағанда сенікінің кемінде жартысы дұрыс. Ендеше басқалардікі неліктен тойтара бересің. Бәлкім осындай нашар әдеті барлардың көбі ақылды шығар, немесе өзін ақылды санайтындар шығар. Бәлкім өзінің неғұрлы өрелі көзқарасын айтуға ентелеп, осылай істесем басқаларды тәнтетемін деп ойлайтын шығар. Бірақ іс жүзінде бұл мүлде қате. Кейбір жайыстерді ішкерлеп зерттеймін деп бас қатырудың қажеті жоқ. Зерттеп талқылайтын мәселе болмаған соң, ұсақ түйек істерде өз сөзін өткіземін деп қасарысудың қажеті қанша. Мынағанда назар аударғаның жөн. Жай әңгімеге тым шұқшиып кетудің жөні жоқ. Басқалар сенімен әңгімелескенде сенен тәлім алайын демейді. Әңгіме шертісіп, күлісіп қайтпақшы. Өзіңше ақыл көйсіп кетсең, әңгімелесушілер естісе де қуана қабылдай алмайды. Сондықтан кез келген жерде тәлімсіп шертеуіңе болмайды. Қызметтестерің саған ұсыныс айтқанда дереу мақұл көрмесең де, кемінде ойлап көрейін де. Аптығып шыға келме. Досыңмен әңгімелескенде тіпті көңіл бөл. Керағарлығыңды қоймасаң, жақсы әңгіменің берекесі кетеді. Біреу қателескенде оның үстіне сынды немесе ақылды қабылдамағанда асығып кетпе. Қоя тұрып, бірнеше күннен кейін қайта сөйлес. Өйтпегенде екі жақта сыңар езулікке баса мәселені шешкенді қойып, реніш туылады. Демек, ең ақылды әдісі кішіпейілдік көрсетіп, басқалардың ойына құрмет ету. Пікірлерін қашанда ойластыру. Сыңар езулікке баспау, басқаларды осымен сыр шертсем шіркін дейтін түйсікке ие ету. Қыруар пәктілер мынаны түсіндіреді. Жұрт әңгімелесуде де бірер іс жөндегі басқалардың көз қарасының өзінікімен ұқсамайтындығын білгісі келеді. Олар басқалардың да өзімен бірдей көзқараста болуын тілейді. Басқалардың көзқарасы өзіңдікіне ұқсамаса, немесе мүлде басқаша болса, оған да қызыққандай рай байқат. Пікірлерің бірдей болса, шүкірлі етіп, жаның сая табады. Ал пікірлеріңде парық болса, онда шамырқануы мүмкін. Бұл талас тудырады.
Сондықтан басқалардың пікірі өзіңдікімен бірдей болғанда дереу құптап кет. Ол мені ере шапқыш екен деп қалмасын деген оймен үндемесең, ел сені ере шапқыш демегенде күнде бөтен пікірде екен деп қалады. Сол сияқты басқалардың пікірі өзіңдікімен ұқсамағанда қайсысын құптамайтыныңды, неге құптамайтыныңды дереу айт. Сабаздық пен күшшілік, осы екі жақта елді жыға алмасаң, жеңілгенің сол дей бер. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі біздің ақылды бірақ шешуші кезде ақымақта бола біл атты әңгімеміз осымен аяқталды. Құлақ қойып тыңдағандарыңызға алғысым шексіз. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.